ең басты пән бәнде оқушыларымыздың айтқанындай, бұл жерде бір география пәні деп айтып жатыр оқушылар өзі, және де информатика пәні. Бұның алдындағы осы кең жолақты интернетіміз келгенше информатика пәні көбінесе теориялық жүзінде өткізіп жүрсе, ендігі кезекте практикалық жүзінде айтарлықтай сайт құру бойынша сайттар сабағы болса, сол сабаққа кіріп, еніп, кез келген кабинетте, кез келген жерде мектеп ішінде ноутбук арқылы көрсетіп, былайша айтқанда көрнекіліктің бір түріне айналды. Сол информатика пәні берді, өзі атыда тұрғандай информатика пәні өте үлкен интернет қажет етеді, және де осы барлық сабаққа деп айтылған, негізі барлық сабаққа бұл интернет желісі пайдасын тигізеді. Бірақ соның ішінде информатика, математикаға да керек жерлері болады. Әсіресе геометрия пәнінде бұл көбекті болмаса шеңберді интерфейсін тақта арқылы пайдаланып, соны көрсетуге болады. Тарих пәні арқылы да көрсетсек болады. Бұнда тарих пәнінде тағы да осы интерфейсін тақтамыз пайдалана отырып, кез келген кезеңдерде, кез келген еңбектің авторларына еніп, соның пікірімен санасып, сондай сабақта өте керекті көмек беретін өтуге болады.